Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Так, достар, бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы өте қызық. Осының алдында біз неше түрлі стратегияның инструменттері туралы сөйлесіп кеткен болатынбыз. Осының алдында бірнеше сабақ түсірген болатынмын. Дәл қазір енді бізде конкретный сетапқа көштік. Ол сетаптың аты order flow немесе поток заказа. Енді қараңыздар, бізде баға осылай көрсеңіздер, байқасаңыздар, ненормальный рост береді ғой. Бір определенный ненормальный рост береді. Сол кезде ненормальный падение береді. Яғни қараңыздар, ненормальный рост болды мынандай. Оның арты ненормальный падениемен аяқталады. Мынандай ненормальный падениемен аяқталады. Осындай моменттер бар. Сол үшін де біз баға қалай жасайды? Біз всегда бағаның здоровый немесе нездоровый order flow-мен барғанын күтеміз. Яғни маркетмейкер по-любому бағаны алғысы келеді. Яғни мысалы мынаны алғысы келеді, соған ол былай өсе салуы мүмкін. Ол кезде бұл өте жаман знак, ол ары қарай да осылай өсе беруіне болады, немесе осы жақтан тұрады да құлай салуына болады. Яғни біз де түсініксіз жағдайға тап боламыз. Ал егер де біз здоровый емес, нездоровый емес, здоровый ордер флоуды көретін болсақ, бұл бізде уже золотая жила. Неге? Өйткені ол өте керемет нәрсе. Яғни қараңыздар, бізде мысалы бір ликвидность болды. Маркетмейкер бұл ликвидностьті алып кетті. Міне қараңыздар, структурамен барды, мына ликвидностьті алып кетті. Одан кейін мында слом структуры берді. Слом структуры берді. Одан кейін мынау TRC деген тренд continuation, яғни трендтің жалғасы. Қараңыздар, енді бізде осылай слом берді. Сломнан кейін бізде осындай ликвидностьтар создавать етіледі. Создавать еткеннен кейін тренд continuation, яғни осы трендтің жалғасқанын көрсетеді. Одан кейін мына бізде имбаланс қалдырып кетті. Осы имбалансқа барады, тиеді. Осы имбаланстан біз спокойно сделка алсақ болады. Осы имбаланстан спокойно сделка төменге дейін алсақ болады. Мысалы, мына жаққа дейін алдық тек. Мына тренд continuationға дейін алдық тек, новый трендке дейін. Осылай қайтадан трендті жалғастырады. Тренд жалғастырғаннан кейін бізде қайтадан ликвидность создавать етеді рынок. Одан кейін қайтадан трендті жалғасқанын көрсетеді. Обратно барады. Үстінде мысалы ордер блок болсын, имбаланс болсын, BPR болсын, кез келген біздің әйтеуір точка входа табатын инструментке барады да осылай қайтадан төмен құлайды. Мұнда бір BPR образовать етіп кетті. Осылай трендтің жалғасқанын көрсетеді. Тренд жалғасқанын көрсеткеннен кейін ликвидность қалдырады. Ликвидность қалдырғаннан кейін ары қарай трендтің жалғасқанын көрсетеді. Одан кейін осы BPR-ға келіп қайтадан осынан да сделка алсақ болады. Одан кейін ары қарай құлайтын болады. Қайтадан құлайды, трендтің жалғасқанын тағы да көрсетеді баға. Одан кейін қайтадан ликвидность қалдырады. Ликвидностьті алады, имбалансқа түседі, имбаланстан қайтадан құлайды. И осылай жалғаса береді, пока мысалы мына түбіндегі мына имбалансты, мына ликвидностьті шешкенше мысалы. Бізде мына жақта ликвидность болды деп ойлайық. Мына ликвидностьті шешкенше. Енді осы ликвидностьті мысалы шешті. Шешкеннен кейін бізде қайтадан слом береді баға. Слом бергеннен кейін бізде баға тұрады, астынан ликвидностьтар создавать етеді. Қайтадан трендтің жалғасқанын көрсетеді. Осы моментте бізде екі жағдай бар. Ол яғни бізде мынау ликвидностьтар қалдырып кетті ғой. Ликвидность қалдырып кетті. Мындан слом берді. Одан кейін оның артынан бізде мысалы имбалансқа тиіп келді. Мынандай имбалансқа тиді. Имбалансқа мына жаққа қалдырды және имбалансқа осылай барды. Тік. Осылай ары қарай да сделка ала беруге болады, достар. Яғни бұл бізде өте керемет заттардың бірі, яғни өте керемет бізге көмектесетін, яғни 100% сделкаларды алуға көмектесетін бізде примерлердің бірі. Именно order flow. Order flow'ды кез келген профессиональный трейдер использовать етеді. Мысалы, менен көбісі сұрайды, Мирас, неге сендерде стоп-лосс азырақ болады дейді. Неге? Себебі біз көбінесе ордер флоумен кірген жақсы көреміз. Және ордер флоуды енді қай таймфреймдарда табамыз дегендерге айтам. 3 минут, 1 минут, 5 минутта, особенно 3 минут самая золотая жила, 3 минуттан табуға болады. Негізінде 1 сағаттарда да бар, бірақ та 1 сағатта кішкене қалай айтсам болады, ұзақ күтіп қаласыздар. Сол үшін де 3 минуттардан 5 минуттардан часқа кездеседі. Ол жақтан іздегендеріңіз сіздердің жөн болады. Так, достар, енді қараймыз. Мен сіздерге мықты тоже бір пример көрсетейін. Қараңыздар. Бізде мысалы мынау баға имбалансты жабуға барды. Келді. Түк. Имбалансты жапты. 15 минуттық таймфреймда. Имбалансын көрдіңіздер ме? Почти ровно ортасына келіп жапты, яғни баға целіне жетті. Енді осы целіне жеткеннен кейін мен сіздерге бағаның жалпы қалай образоваться еткенін көрсетейін. Қараңыздар, 1 сделка, 2 сделка, 3 сделка, 4 сделка, 5 сделка шықты мына бір движениесінен бағаның. Енді көрсетейін мен сіздерге ол қалай шығатынын. Мысалы, баға бізде по структуре келді. Мында слом берді, сломды конкретно берді. Сломнан кейін мысалы ордер блокқа тиді, қайтадан құлады. Қайтадан құлады. Имбалансқа дейін барды. Оның алдында бізде мұнда TRC, яғни тренд continuum, яғни трендтің ары қарай жалғасуын көрсетті. Имбаланстан жоғары қайтадан өсті. Мұнда ликвидность создавать етіп кетті құлаған кезде, және де имбаланс создавать етіп кетті. Осы имбалансқа бармас бұрын ликвидностьтарын алды.
қайтадан баға тұрды да имбалансқа барып қайтадан құлады. Яғни міне екінші сделканы алуға болады осы жерде. Түбіне де мына жаққа дейін ұстауға болады. Осы жақтан новый тренд континуум, яғни трендтің жалғасқанын баға бізге айтты. Мына жақта бізде ликвидность создавать етті, одан кейін баға құлады да қайтадан осы ликвидностьті алып, жолып, ордер блокқа тиіп, қайтадан төмен қарай кетті. Мына жақтағы целге барды. Целге бармас бұрын мында көрдіңіздер ме, бір рет коррекция беріп, осылай ликвидность қалдырып кетті. Қайтадан баға бізде бір орында тұрды. Ликвидностьтарын міне мында да жасап кетті, және де жоғары барды да осы ликвидностьтің жылғаннан кейін қайтадан ордер блок бағаны формировать етіп кеткен. Осыған барды да тиді, құлады. Құлап жатқан кезде имбаланс создавать етіп жіберді. Имбаланс создавать етті. Имбалансқа міне баға төмен барды, имбалансқа тиді, қайтадан құлады. Лойды сол жерде ұстап қалды, одан кейін обратно өсіп тренд бізде сламалса. Міне мына жақта біз міне бір сделка ұстай аламыз, екінші сделка, үшінші сделка, төртінші, бесінші сделка ұстай аламыз. Енді дәл қазір біз санап көруге қандай ақша табуға болатын еді, егерде осы сделкалардың барлығын ұстаған кезде қандай ақша табуға болатын еді? Опа. Қазір біз сіздермен бірге осының барлығын есептейтін боламыз, достар. Осының барлығы қалай болады, қандай болды, жалпы. Осыны есептеп қарайық. Қараңыздар, 0,1 лот деп алайықшы. Енді не тебе, не мне, 0,1 лот менің ойымша нормальный. Енді осы 0,1 лотпен қанша сделка алуға болатынын қазір санайтын боламыз. Наңғырамыз. Так, бірінші бізде. Так, пипс, қанша пипс. Так. Давай $100 риск, даже 0,1 лот емес, $100 рисковать етесің. $100 рисковать етесің, бірінші тейкті алдың, бірінші тейкіміз біздің $682 екен. Яғни стоп-лоссымыз $100 болса, онда прибіліміз 682 РР болса, $682 прибіл. Ол прибілдан кейін, мысалы, екіншісі $376 прибіл, үшіншісі $335 прибіл, одан кейін төртіншісі бізде $531 прибіл, алтыншысы бізде $542 прибіл. Яғни $2446 шығады. $2446 примерно бізде қазіргі доллардың курсымен енді плюс-минус 1,200,000 теңге. 1,200,000 теңгені осылайық спокойно $100 рисковать етіп табуға болатын еді. Қараңыздар, енді оның барлығы қанша уақыт алатын еді, мен сіздерге осылай санап көрсетейін. Оның барлығы бізде 5 сағат 9 минут алатын еді. Яғни 6 сағаттың ішінде просто күту арқылы сделкаларды алып, 6 сағаттың ішінде осындай прибіль жасауға болатын еді, достар. $100 рисковать етіп, ито стопқа тиген жоқ, көрдіңіздер ғой. Енді бірақ мында бір момент бар, оны шыны керек, оны айта салайын. Қараңыздар, мынау ликвидность қой. Магнитті осындай кезде қосатын, точно таппаған кезде міне. Ликвидность қой. Ликвидностьқа жетпей қалды. Сәл жетпей қалды, қараңыздар. То есть 580-94, 580-74. 0,2, 2 пипс жетпей қалды, достар. 2 пипс жетпей қалып өсіп кетті. Осында кезде жадность жетпеңіздер, сәл өсіп барады ма, уже кішкене сомнение пайда болды ма, сразу жаба салған дұрыс. Бірақ та жалпы бізде енді барып тұр да, сделкаларымыздың барлығы жұмыс жасап тұр. И осылай 1,200,000 теңге спокойно $100 рисковать етіп табуға болады еді. А бұндай ордер флоулар рынокта өте көп негізінде. Баға тек қана ликвидностьтан ликвидностьқа немесе имбаланстан имбалансқа осындай өзінің определенный цели болады, соның арасында ғана жүреді бағашы. Ол баға мысалы мына жақтағы ликвидность шешті ма, ол былай тігінен бара салуы мүмкін ше. Ол ненормальный рост, и ненормальный рост, ол осылай компенсация, ненормальный компенсация береді осындай. Немесе ол мысалынан шешті, қараңыздар, жаңағыдай тік структурамен келді, шешті, слом берді, как положено осылай жасап, осылай өсуі мүмкін да, то есть здоровый ордер флоумен өсуі мүмкін да, осылай, мына ликвидность қалдырды, осылай барып осыны алу мүмкін. То есть екі вариант болады, и осы екі вариантта да біз самый главный ақша табуымыз керек. Бірақ та ненормальный рост, ненормальный падение болып жатқан кезде лучше кірмей қойған дұрыс жалпы сделкаға. Өйткені оған біздің басқа стратегияларымыз бар. Енді егер де бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаған болса, мен мықты көптеген курстарда айтылмайды, достар. Мынандайларды сіздер миллион жарым, 2 миллионға курс алған адамдардың өзі басқа біреулерден солар айтады, мынандай заттар айтылмады. Бұны қалай айтылмаған мен түсінбеймін. Мынау ең мықты сетап негізінде. Мен осындай сделкаларды көп қолданамын. Айтылу керек бұның барлығын білу керек. Ал мен сіздерге оның бәрін тегін беріп отырмын. Сол үшін де достар, лайк басып, подписация етіп, колокольчик қалдырып, комментарий жазып кетіңіздер, бір поддержкаларыңыз болсын. Мен ары қарай да осындай видеолар түсіретін боламын. Егер де бізде
осындай поддержка болатын болса, және астында сілтемеде мен телеграм каналым, инстаграмым бар, және астында бізде обучениеға менеджердің ссылкасы бар, немесе форма бар, соларға өтіп сол жақтан тоже жазып информация алғыларыңыз келсе солай сұрап алсаңыздар болады. Енді жалпы барлықтарыңызға үлкен рахмет достар, бізбен бірге болғандарыңызға. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.